Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ләззат, 1987 жылы туылғанмын. Отбасымда 2 ұлым бар. Үлкенім 12 жаста, есімім Мейрамбек, кішкентайым. Екіншім 3 жасқа толады, есімім Махамбет. Өзім қазір үйде отырамын, кішкентайыма қарап, жолдасым жұмыс жасайды, жүргізуші болып жұмыс жасайды. Үлкен ұлымда ондай ауру жағынан онша қиындық болған жоқ. Үлкен ұлым жақсы андай қылды. Мына екінші ұлымда көп ауырдық. Жаңағыдай тамағы ысып кетеді, анкинасы көтеріліп кету, сондайлар жиілеп кетті. Балабақшаға барамыз, 2 күн барсақ, бір апта 10 күнге дейін қалып қоямыз ауырып. Сосын осы дарамаринді мен көршімнен естідім. Ол кісі айтты, мен әпкем баласына беріп жатыр, сен де көрсей, көп ауырып кетті ғой балаң деген сияқты. Содан кейін Инстаграм желісіне кіріп, содан көрдім, біраз зерттедім. Сосын заказ берейін деп шешім қабылдадым да. Сөйтіп сол заказ бердім, Алматыдан тікелей жолданып алып келді дарамаринді. Жақсы, қазір 3 айдан асып қалдық. Ішіватқанымызға жақсы әсерін тигізуде. Іш қату бізде де жиі болатын тұғын, қазір жоқ, іш қатпайды. Үлкен дәретеде, кіші дәретеде бәрі жақсы. Ауру дегенді былай айтқанда ұмыттық. Толық балабақшамызға толық барып жатырмыз. Баланың ойлау қабілеті де жақсы дамып келеді өзіме да, салмақ қосуы да жақсы несі. Әсері бізге күшті жақсы әсер беріп жатыр. Маған бірінші біз тапсырыс беріп алдық. Басында ішіп жүрді. Бір апта 10 күндей. Ондай бір әсерін байқай қойған жоқпын да. Одан кейін бір 10 күннен кейін, 15 күннен кейін. Бір ай дейінші, енді арада бір айдан кейін біз негізі тәтті жей алмайтын тұғынбыз. Қонаққа барсақ та сәл конфет, бір тәтті, бір жаңа торт жеп қалса, уже тамағы жыбырлап, резко көтеріліп, бізде андай аллергия сияқты андай жыбырлап, резко жөтел басталатын тұғын бізде. Осы бір айдан кейін астам мен уже конфет, тәттілер қандай тәтті жесе де бізде ондай ешқандай реакция байқалған жоқ та бізде. Мен содан кейін уже мен сене бастадым да оған. Сосын жөтел бізде комнатный температурада да даже біз су іше алмайтын тұғымыз. Су ішсек уже 2 күннен кейін резко уже басталатын тұғын. Жылы қылып, солай қылып беріп жүреміз. Қазір уже біз бере береміз да. Сәл салқын болса да ешқандай әсер етпейді. Мен түйіндеген ойым жақсы недемін, бір жағынан қуаныштымын, осындай дарамарин витаминдері, өнімдері шығып жатқанына, қазір баламыздың жағдайы жақсы. Ешқандай көп нелерді, біраз да витаминдер ішіп жүрдік, бірақ онда ешқайсына ондай реакция көрген жоқпын, жақсы жағынан. Сондықтан осы орталыққа мен үлкен рахметімді айтқым келеді, мамандарына рахметімді айтқым келеді. Хабарымызды алып, жағдайымызды біліп тұрады. Мен осы дарамарин компаниясына, дарамарин өніміне, және де осы мамандарына үлкен рахметімді айтқым келеді. Өте қуаныштымын, үлкен рахмет.